Таңғы сағат 6 шамасы. Терезеден түскен күн сәулесі бөлменің ішін баяу жарықтандырып келе жатты. Мамыр айының жайма-шуақ таңы еді. Сырттан құстардың сайраған дауысы естіледі. Зейнеп апа әдеттегідей ерте оянды. Біраз уақыт төсегінде үнсіз жатып қалды. Үй іші тым-тырыс. Бұрын мұндай уақытта балаларын оятып, таңғы ас қамымен асығып жүретін. Кейін немерелерін мектепке дайындайтын күндер болды. Ал қазір үйде жалғыз өзі. Ол жайлап орнынан тұрып, терезенің алдына келді. Ауладағы алма ағаштары бүршік жарып тұр екен. Самал жен бұтақтарды тербетіп, таңғы шықтарды жылтыратып қояды. Зейнеп апа терең күрсінді. Бүгін оның туған күні еді. 61 жасқа толған күні. 61 деп сыбырлады ол. Бір кезде оған бұл жас тым алыс көрінетін. Жастық шағында үлкен кісілерді көрсе, мен де осындай жасқа жетемін бе екен деп ойлайтын. Міне, уақыт зымырап өте шығыпты. Кеше ғана ауылдың қараторы қызы сияқты еді. Кеше ғана мектеп бітіріп, үлкен өмірге қанат қаққандай болатын. Кеше ғана келін болып түскен еді. Кеше ғана 3 сәбиін құшағына алып, түн ұйқысын 4 бөлген еді. Ал бүгінде шашына ақ түсіп, немере сүйген әже атанды. Уақыттың жүйріктігіне таңғалып тұрғандай болды. Ас бөлмеге кіріп, шәйнек қойды. Шәй қайнағанша айна алдына келді. Айнадан өзіне ұзақ қарады. Бетіндегі әжімдер анық көрінеді. Көзінің айналасында уақыттың іздері сайрап жатыр. Бірақ сол көздерде әлі де жылулық бар еді. Қартайып қалыппын, деді күлімсіреп. Дәл сол сәтте телефоны шыр ете қалды. Үлкен қызы Айгүл екен. Туған күніңізбен, анашым. Рахмет, қызым. Деніңіз сау болсын. Біз кешке бәріміз барамыз. Күтемін, айналайын. Телефон тұтқасын қойған соң жүрегі жылып сала берді. Артынша ұлы хабарласты. Келіні құттықтады. Немерелері бейне қоңыраумен ән айтып берді. Үйдің іші бір сәтке қуанышқа толғандай болды. Бірақ қоңыраулар аяқталған соң қайтадан тыныштық орнады. Сол тыныштықтың арасында Зейнеп апа жүрегіндегі бір бос кеңістікті сезді. Шайын алып аулаға шықты. Күн көтеріліп келе жатыр екен. Орындыққа отырып, ыстық шайдан бір ұрттады. Ойы алыста қалды. Өмірінің әр кезеңі көз алдынан кинолентасындай өте бастады. Әкесі, анасы, балалық шағы өткен ауыл, мектептегі достары, студенттік кезі, алғаш рет ғашық болған сәті, жолдасы Серікпен танысқан күні, үйлену тойы, балаларының дүниеге келуі, бәрі кеше ғана болғандай. Кенет көзіне жас үйірілді. Бұл мұңның жасы емес еді. Бұл өткен өмірге деген сағыныш болатын. Ол көз жасын сүртіп қойды. Сол кезде аулада ойнап жүрген көршінің кішкентай қызы жүгіріп келді. Зейнеп әже! Я, құлыным. Анам айтты, бүгін туған күніңіз екен. Қыз қолындағы кішкентай бақпақ гүлін ұсынды. Мынау сізге. Зейнеп апа гүлді алып жүрегі елжіреп кетті. Рахмет, жаным. Сіз ешқашан қартаймаңызшы, жарай ма? Кешкісін Зейнеп апаның үйі ерекше көңілді болды. Балалары, келіндері, күйеу балалары мен немерелері түгел жиналды. Үй іші күлкіге толды. Дастархан жайылып, әңгіме айтылып, естеліктер қозғалды. Немерелері кезек-кезек құттықтап құшақтап жатты. Әже, 100-ге дейін жасаңыз. Әже, келесі туған күніңізде тағы осылай жиналайық. Зейнеп апа күлімдеп отырды. Осы сәттердің әр қайсысын жүрегіне сақтап алғысы келді. Бірақ уақыт деген тоқтамайды екен. Түн ауған сайын қонақтар да тарай бастады. Алдымен қызы кетті. Кейін ұлы отбасымен қоштасты. Немерелері соңғы рет құшақтап, біз тағы келеміз әже, деп қол бұлғады. Көп ұзамай ауладағы көліктердің дауысы да алыстап кетті. Үй қайтадан тынышталып қалды. Зейнеп апа есікті жауып үйдің ортасында біраз тұрды. Бірнеше сағат бұрын ғана у-шу болып жатқан бөлмелер енді босап қалған. Үстен үстінде жартылай ішілген шай кеселері тұр. Бір орындық қисайып қалыпты. Немересінің ойыншығы диванның астында жатыр. Зейнеп апа оны алып қолына ұстап қалды. Сәл ғана бұрын осы үйде балалардың күлкісі жаңғырып тұрған. Қазір тек үнсіздік. Ол жайлап терезенің жанына барып отырды. Сыртта көше шамдары жанып тұр. Көрші үйлердің терезелерінен жарық көрінеді. Бір кезде бұл үйде сондай тіршілікке толы еді.
Үш баласы бірінен соң бірі дүниеге келгенде үйдің іші ешқашан бос болмайтын. Бірі жыласа, бірі күлетін, бірі сабақ оқыса, бірі ойнап жүретін. Кейде шаршайтын, кейде тыныштықты аңсайтын. Ал қазір сол күндерді сағынады екен. Зейнеп апа орнынан тұрып қабырғадағы суреттерге қарады. Міне, үлкен қызының мектеп бітіру кешіндегі суреті. Міне, ұлының әскерге аттанған сәті. Міне, кенже қызының ұзату тойы. Әр сурет бір дәуір секілді. Қандай тез өтті бәрі, деді ол баяу ғана. Сол сәтте көзі жолдасы Серіктің суретіне түсті. Суреттегі жылы жүз сол қалпы. Зейнеп апа суретті қолына алды. Көрдің бе, Серік, балаларымыз өсіп кетті, немерелеріміз де ер жетіп келеді. Бөлмеде үнсіздік орнады, жауап жоқ. Тек сағаттың тықылы ғана естіледі. Кешкісін Зейнеп апаның үйі ерекше көңілді болды. Балалары, келіндері, күйеу балалары мен немерелері түгел жиналды. Үй іші күлкіге толды. Дастархан жайылып, әңгіме айтылып, естеліктер қозғалды. Немерелері кезек-кезек құттықтап құшақтап жатты. Әже, 100-ге дейін жасаңыз. Әже, келесі туған күніңізде тағы осылай жиналайық. Зейнеп апа күлімдеп отырды. Осы сәттердің әр қайсысын жүрегіне сақтап алғысы келді. Бірақ уақыт деген тоқтамайды екен. Түн ауған сайын қонақтар да тарай бастады. Алдымен қызы кетті. Кейін ұлы отбасымен қоштасты. Немерелері соңғы рет құшақтап, біз тағы келеміз, әже, деп қол бұлғады. Көп ұзамай ауладағы көліктердің дауысы да алыстап кетті. Үй қайтадан тынышталып қалды. Зейнеп апа есікті жауып үйдің ортасында біраз тұрды. Бірнеше сағат бұрын ғана у-шу болып жатқан бөлмелер енді босап қалған. Үстел үстінде жарқылай ішілген шай кеселері тұр. Бір орындық қисайып қалыпты. Немересінің ойыншығы диванның астында жатыр. Зейнеп апа оны алып қолына ұстап қалды. Сән ғана бұрын осы үйде балалардың күлкісі жаңғырып тұрған. Қазір тек үнсіздік. Ол жайлап терезенің жанына барып отырды. Сыртта көше шамдары жанып тұр. Көрші үйлердің терезелерінен жарық көрінеді. Бір кезде бұл үйде сондай тіршілікке толы еді. 3 баласы бірінен соң бірі дүниеге келгенде үйдің іші ешқашан бос болмайтын. Бірі жыласа, бірі күлетін. Бірі сабақ оқыса, бірі ойнап жүретін. Кейде шаршайтын, кейде тыныштықты аңсайтын. Ал қазір сол күндерді сағынады екен. Зейнеп апа орнынан тұрып, қабырғадағы суреттерге қарады. Міне, үлкен қызының мектеп бітіру кешіндегі суреті. Міне, ұлының әскерге аттанған сәті. Міне, кенже қызының ұзату тойы. Әр сурет бір дәуір секілді. Қандай тез өтті бәрі, деді ол баяу ғана. Сол сәтте көзі жолдасы Серіктің суретіне түсті. Суреттегі жылы жүз сол қалпы. Зейнеп апа суретті қолына алды. Көрдің бе, Серік, балаларымыз өсіп кетті. Немерелеріміз де ер жетіп келеді. Бөлмеде үнсіздік орнады. Жауап жоқ. Тек сағаттың тықылы ғана естіледі. Кейде ең ауыр нәрсе жалғыз қалу емес. Ең ауыр нәрсе бұрын қасында болған адамның жоқтығына үйрену. Зейнеп апа көзін жұмды. Серікпен бірге өткізген жылдар көз алдына келді. Оның күлкісі, дауысы, әзілдері, барлығы кеше ғана болғандай. Көзінің шетіне жас үйірілді. Бірақ ол бұл жолы жыламады. Өйткені өмір оған бір нәрсені үйреткен еді. Сағыныш махаббаттың жалғасы. Егер адамды сағынсаң, демек ол сенің жүрегіңде әлі тірі. Түн ортасы ауғағанда ол жатын бөлмесіне кірді. Ұйықтар алдында тағы да үй ішіне көз жүгіртті. Бос бөлмелер, тыныш қабырғалар, үнсіз дәліз. Бірақ дәл сол сәтте оның жүрегінде бір ой пайда болды. Балаларым бақытты, немерелерім аман. Бұл үй бос емес, бұл үйде естеліктер бар. Сол ой көңілін сәл жеңілдетті. Ол шамды өшіріп төсегіне жатты. Терезеден ай сәулесі түсіп тұр екен. Зейнеп апа көзін жұмды. Келесі күні таңертең Зейнеп апа әдеттегідей ерте оянды. Кеше кешкі мұң бүгінде жүрегінің бір түкпірінде қалып қойғандай еді. Шайын ішіп болған соң үй жинауға кірісті. Бір бөлмеден екінші бөлмеге өтіп жүріп, көптен бері ашылмаған қоймаға көзі түсті.
Осы жерді де реттейтін уақыт келді-ау, деді өзіне өзі. Қойманың есігін ашқанда ескі ағаштың иісі аңқыды. Бұрышта тұрған үлкен қара сандық бірден көзге түсті. Бұл сандықта анасы ұзатқанда бірге берген еді. Содан бері талай көшті, талай жылды көрді. Зейнеп апа шаңын сүртіп, қақпағын жайлап ашты. Ішінде ескі көрпелер, сарғайған хаттар, фото суреттер мен түрлі ұсақ түйеттер жатыр екен. Әр заттың өз тарихы бар. Ол бір бума суретті қолына алды, жас қыз кезіндегі өзі. Ұзын бұрымды, қыпша бел, жүзі бал жанған шақ. Қасында құрбылары күліп тұр. Зейнеп апа еріксіз жымиды. Неткен алаңсыз күндер еді. Келесі суретте серік екеуі, жас жұбайлар, болашаққа толы үмітпен қарап тұрған кездері. Ол суретті ұзақ ұстап отырды, көздері жасаурап кетті. Суреттердің астынан көк түсті жұқа дәптер шығып қалды. Дәптердің мұқабасы әбден ескірген, шеттері сарғайып кеткен. Зейнеп апа қызыға ашып қарады. Алғашқы бетте өз қолымен жазылған сөздерді көрді. Армандар дәптері. Ол аң-таң болып қалды, бірнеше секунд үнсіз отырды. Бұл дәптерді көрмегеніне 40 жылдан асып кеткен еді. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Беттерін ақтара бастады. Бірінші бетте: мен мұғалім болғым келеді. Келесі бетте: бір күні бүкіл Қазақстанда аралап шықсам екен. Тағы бір бетте: кітап жазғым келеді. Зейнеп апаның көзі соңғы сөйлемге қадалып қалды. Кітап жазғым келеді. Ол осы сөйлемді қайта-қайта оқи берді. Сол сәтте жастық шағындағы өзін көргендей болды. Арманы көп, жүрегі үмітке толы қыз. Өмірдің қамымен жүріп, ол армандардың көбін ұмытып кеткен екен. Балаларды өсірді, отбасын құрды, қарт ата-анасына қарады, жолдасына сүйеу болды. Бірақ бір кезде өз армандарын кейінге ысыра берген. Уақытым жоқ, кейін жазармын, зейнетке шыққанда көрермін. Осылайша жылдар өте берген. Ал енді 61 жастағы Зейнеп сол дәптерді құшақтап отыр. Кенет жүрегінің түбінде бір жылылық пайда болды. Неге жазбасқа, деді ол ақырын. Даусы өзіне де тосын естілді. Неге? Үй ішінде ешкім жоқ, бірақ дәл осы сұраққа жауап іздегендей болды. Жасым келіп қалды ғой. Осы ой келгенде артынша тағы бір ой жетіп келді. 61 жас, өмірдің соңы емес қой. Ол орнынан тұрып үстелге келді. Таза ақ қағаз алды. Қаламын қолына ұстады. Бірақ жазуға келгенде қолы тоқтап қалды. Не жазу керек? Қайдан бастау керек? Бірнеше минут үнсіз отырды. Содан кейін терезеден сыртқа қарады. Көктемгі күн жарқырап тұр. Кенет анасының жүзі есіне түсті. Балалық шағы өткен ауыл көз алдына келді. Жалаң аяқ жүгірген шағы, бұлақ басында ойнаған күндері, анасының кешкісін ертегі айтып отырғаны. Ол қаламын қағазға тигізді. Бірінші сөйлем жазылды. Менің балалық шағым таудың етегіндегі шағын ауылда өтті. Сөйлемнен кейін екіншісі келді. Үшіншісі жазылды. Бір кезде уақыттың қалай өткенін байқамай қалды. Түске дейін бірнеше бет толып қалыпты. Зейнеп апа жазғандарын қайта оқыды. Көзінен жас ышып шықты. Бұл мұң емес еді. Бұл жүрегінде ұзақ жылдар бойы тұншығып жатқан арманның қайта оянғанның жасы болатын. Ол дәптерді кеудесіне басты. Сол сәтте өзін бұрынғыдан әлде қайда жас сезінді. Өйткені адамның жасы денесінде емес, арманынан бас тартқан күнінде қартаяды екен. Ал Зейнеп апаның арманы бүгін қайта туған еді. Сол күннен бастап Зейнеп апаның күн тәртібі өзгерді. Таңертең шайын ішеді, аулада гүлдерін суарады. Содан кейін үстел басына отырып жазуға кіріседі. Алғашында күніне бір бет жазатын, кейін 2 бет. Бірте-бірте ойлары өздігінен төгіле бастады. Ол балалық шағы туралы жазды. Анасының ақ жаулығы туралы жазды. Көктем шыға ауыл сыртындағы қызғалдақтарға толатын кең дала туралы жазды. Әкесінің қоңыр дауысын жазды. Жастық шағындағы алғашқы махаббатын жазды. Кейде жаза отырып күлетін, кейде көзіне жас алатын, бірақ тоқтамады. Жүрегі жылдар бойы жинаған сырларын ақ қағазға төге берді. Бір күні түстен кейін жазып отырған кезде есік қоңырауы соғылды. Келген кенже қызы Мадина екен.
Анашым, үйдесіз бе? Кел, қызым. Мадина ішке кіріп, анасының алдындағы қалың дәптерлерді көрді. Мынау не? Зейнеп апа сәл қысылып қалды. Ештеңе, өзім үшін жазып жүрген дүниелер ғой. Көрейінші, қойшы. Анашым, бір бетін ғана оқимын. Зейнеп апа дәптерді үнсіз ұсынды. Мадина орындыққа отырып оқи бастады. Бөлмеде тыныштық орнады. Зейнеп апаның жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Осы уақытқа дейін жазғандарын ешкімге көрсетпеген еді. Қызы не айтар екен, ұнатпай қалса ше? Біраздан кейін Мадина басын көтерді. Көздері жасаурап тұр екен. Анашым, не болды? Мен мұны оқып отырып әжемді көргендей болдым. Зейнеп апа үнсіз қалды. Сіздің бала кезіңізді көз алдыма елестеттім. Әжемнің дауысын естігендей болдым. Мадина тағы бірнеше бетті ақтарды. Неге бұрын жазбадыңыз? Қол тимеді ғой қызым. Жоқ, анашым, мұны міндетті түрде жалғастыру керек. Зейнеп апаның жүрегінде бір қуаныш лебі есіп өтті. Ол алғаш рет өз жазбасының біреуге әсер еткенін көрді. Шынымен ұнады ма? Өте қатты ұнады. Мадина дәптерді кеудесіне басты. Мұнда біздің тарихымыз бар, әжеміздің өмірі бар, сіздің өміріңіз бар. Зейнеп апаның көз алдына анасының бейнесі келді. Егер анасы тірі болғанда, осы жазбаларды оқып қуанар ма еді? Әлде үнсіз ғана басынан сипар ма еді? Ол терезеге қарап отырып іштей анасына алғыс айтты. Кешке қарай Мадина кетерінде, анашым, ертең тағы келемін, жалғасын оқимын деді. Зейнеп апа жымиып қалды. Есікті жапқан соң үстелге қайта отырды. Ақ қағаз алдына келіп қаламын қолына ұстады. Бүгін ол бұрынғыдай жалғыз емес еді. Оның жазғандарын күтіп жүрген алғашқы оқырманы бар. Ал кейде бір ғана оқырман үлкен арманды қайта тірілтуге жеткілікті болатын. Келесі күні Зейнеп апа таңғы шайын ішіп болып, жазу үстеліне отырды. Кеше қызы Мадинаның айтқан сөздері әлі құлағында жаңғырып тұр. Неге бұрын жазбадыңыз? Осы бір сұрақ оның жан дүниесін терең ойға батырған еді. Расымен де, неге? Мүмкін өмір бойы өзгенің бақыты үшін жүгіріп жүріп, өз жүрегінің үнін тыңдауға уақыт таппаған шығар. Ол қаламын қолына алды. Балалық шағы туралы тағы бірнеше бетін жазып шықты. Жазып отырғанда кейде күлімсірейді, кейде өткен күндерді сағынып күрсінеді. Түс ауа бергенде есік ашылып үйге немересі Әлинұр кіріп келді. 15 жастағы қыз әжесіне ерекше жақын болатын. Әже, сәлем. Кел, айналайын. Әлинұр әжесінің маңдайынан сүйіп амандасты. Кенет үстен үстіндегі қалың дәптерлерге көзі түсті. Әже, мынау не? Жай ғана жазып жүрген дүниелерім ғой. Көрсем бола ма? Зейнеп апа күлімсіреді. Оқығың келсе оқы. Әлинұр дәптердің бірін қолына алды. Алғашқы бетін ашты. Оқи бастады. Зейнеп апа үнсіз шай құйып отырды. Бірақ көз қиығымен немересін бақылап қояды. Бір кезде қызым жүзі өзгерді. Кей жерінде күліп отыр. Кей тұста мұғайып кетеді. Тіпті кейбір жолдарды қайта оқып отырғанын байқап қалды. Жарты сағаттай уақыт өткенде Әлинұр дәптерді жауып қойды. Біраз үнсіз отырды. Әже, иә, құлыным, мен сіздің өміріңіз осындай болғанын білмеппін. Қалай болған екен? Қызық, әдемі, кейде қиын. Зейнеп апа жымиып қойды. Әр адамның өмірі сондай ғой, қызым. Әлинұр біраз ойланып отырды да. Әже, сіз мұны кітап қылып шығарыңыз. Зейнеп апа күліп жіберді. Қойшы, қызым, мен қайдағы жазушы? Неге емес? Жасым келіп қалды ғой. Әлинұр бірден қарсы шықты. Әже, арманның жасы болмайды. Бұл сөз Зейнеп апаның жүрегіне ерекше әсер етті. Өйткені дәл осы сөзді кезінде өзі қыздарына айтып отыратын. Ал енді сол сөз өзіне қайтып келіп тұр. Арманның жасы болмайды, деп қайталады ол. Әлинұр орнынан тұрып әжесін құшақтады. Мен достарыма сіз туралы міндетті түрде айтамын. Не деп айтасың? Менің әжем кітап жазып жатыр деп айтамын. Зейнеп апа еріксіз күліп жіберді. Бірақ немересінің көзінен мақтаныш көрді. Шынайы мақтаныш.
Сол сәтте оның жүрегі ерекше жылып кетті. Өмір бойы балалары үшін еңбек етті, немерелерін өсірді, оларға ақыл айтты. Ал бүгін немересінің өзі оған сенім сыйлап отыр. Кешке қарай Әлинұр үйіне қайтты, бірақ кетерінде дәптердің бірін сұрап алды. Ертең жалғасын оқимын. Жарайды құлыным. Есік жабылған соң Зейнеп апа біраз уақыт ойланып отырды. Үстел үстінде ашық жатқан дәптерге қарады. Бұрын бұл жазбалар тек өзінің естелігі сияқты көрінетін, ал қазір олар балалары мен немерелеріне қалатын мұраға айналып бара жатқандай. Ол қаламын қайта қолына алды, ақ қағазға жаңа сөйлем жазды. Кейде адам өмірінің ең әдемі кезеңі жастық шағында емес, өз құндылығын қайта тапқан кезінде басталады. Осы жолдарды жазып болғанда жүрегі ерекше тынышталып қалған еді. Күздің алғашқы күндері еді. Таңертең ауада салқындық сезіле бастаған. Зейнеп апа соңғы уақытта өзін ерекше бақытты сезінетін, күн сайын жазатын. Немересі Әлинұр келіп жаңа бөлімдерді оқып тұратын. Қызы Мадина әр жолы, анашым, кітабыңыз күннен күнге қызық болып барады, деп мақтап қоятын. Осындай жылы сөздер оның шабытын арттыра түсетін. Сол күні де таңертең ерте оянды. Ас бөлмеге барып шай қойды, бірақ кенет басы айналып кетті. Қолындағы кесесі жерге түсіп быт-шыт болды. Зейнеп апа орындыққа отыра кетті. Жүрегі қатты соғып бара жатты. «Я Алла, маған не болды?» деп күбірледі. Біраздан кейін жағдай сәл түзелгендей болды, бірақ әлсіздік кетпеді. Сол күні кешке Мадина анасына хабарласты. Даусынан біртүрлілік сезген қызы бірден келіп жетті. «Анашым, өңіңіз қашып кетіпті ғой». «Жай ғана шаршаған шығармын». «Жоқ, ертең дәрігерге барамыз». Зейнеп апа алғашында көнгісі келмеді, бірақ қызы айтқанынан қайтпады. Ертеңіне емханаға барды. Тексерулерден өтті. Дәрігер қағаздарға қарап отырып, «Зейнеп апай, денсаулығыңызға көбірек көңіл бөлуіңіз керек екен» деді. «Қатты бірдеңе болып па?» «Қорқатын жағдай жоқ, бірақ ағзаңыз қатты шаршаған. Қан қысымыңыз да жиі көтерілетін көрінеді». Зейнеп апа үнсіз қалды. Шынында да, соңғы айларда жазуға беріліп кеткені сонша, кейде уақытында тамақтануды да ұмытып кететін. Дәрігер жылы жымиып, «Өмір бойы бәріне қамқор болғансыз. Енді өзіңізге де қамқор болыңыз». Осы сөз оның жүрегіне жетті. Үйге қайта жолда көліктің терезесінен сыртқа қарап отырды. Сарғайған жапырақтар желмен бірге ұшып барады. Әр мезгілдің өз сұлулығы бар. Адам өмірі де солай емес пе? Балалық шақ көктем, жастық шақ жаз, орта жас күздің басы, ал қарттық та күздің алтын шағы секілді, тек оны дұрыс бағалай білу керек. Сол кеште Зейнеп апа дәптерін ашты, бірақ жазуға асықпады. Алдымен Аллаға шығып таза ауа жұтты. Алма ағаштарының арасымен баяу жүрді. Көптен бері өзін осылай тыңдап көрмеген екен. Желдің дыбысын, құстардың үнін, жүрегінің тыныш соғысын. Сол сәтте ол бір нәрсені түсінді. Өмір тек армандарды орындаудан тұрмайды. Өмір өзіне де жанашыр болуды үйрену. Сол түні ол дәптеріне былай деп жазды. «Мен ұзақ уақыт бойы өзгенің бақыты үшін өмір сүрдім. Енді өз денсаулығымды, өз тыныштығымды да бағалауды үйреніп келемін». Осы сөздерді жазып болғанда көңілі жеңілдеп сала берді. Бірақ бірнеше күннен кейін оның өткен өмірінен бір адам қайта оралып, жүрегінде ұмыт қалған естеліктерді оятатынын ол әлі білмейтін. Дәрігердің кеңесінен кейін Зейнеп апа өмір салтын өзгертті. Таңертең ерте тұрып аулада серуендейтін болды. Уақытында тамақ ішеді. Кешке дейін жазу үстелінде отырмай арасында демалып жүреді. Біртіндеп денсаулығы да жақсара бастады. Сол күні күн жылы еді. Зейнеп апа ауладағы орындықта отырып жазып жатқан дәптерін қарап отырған. Кенет телефон қоңырауы соғылды. «Сәлеметсіз бе, Зейнеп ханым?» «Иә, тыңдап тұрмын. Бұл аудандық пошта бөлімшесінен сіздің атыңызға хат келіпті». «Хат?» Зейнеп апа таңырқап қалды. Қазіргі заманда хат жазатын адам бар ма екен? Көбі телефон соғады, хабарлама жазады. Хатты кім жіберуі мүмкін? Түстен кейін поштаға барып хатты алып қайтты. Ақ конверттің сыртына өз аты әдемі жазумен жазылыпты.
Жіберушінің аты көрсетілмеген. Үйге келіп асықпай ашты. Серіктің хатын алған күннен кейін Зейнеп апа бұрынғыдан да жігерлене түсті. Күн сайын жазды. Таңғы шайдан кейін үстел басына отырып, кешке дейін естеліктерін қағазға түсіретін. Әр жазған жолында өмірдің ізі жатты. Ананың мейірімі, әкенің тәрбиесі, жастық шақтың қызығы, отбасының қадірі. Сол себепті оның жазғандарын оқыған адам өзін сол оқиғалардың ішінде жүргендей сезінетін. Бір күні немересі Әлинұр, әжеде бір өтінішім бар деді. Айта ғой құлыным. Жазғандарыңыздың бір бөлігін әлеуметтік желіге жарияласақ қайтеді? Зейнеп апа аң-таң болып қалды. Оны кім оқиды? Көп адам оқиды. Қазір адамдар осындай шынайы әңгімелерді жақсы көреді. Қойшы, бір ғана бөлімін шығарайық, ұнамаса өшіріп тастаймыз. Ақыры Зейнеп апа келісті. Сол күні кешке Әлинұр әжесінің балалық шағы туралы жазған үзіндісін жариялады. Ертеңіне таңертең қыз қуанып жүгіріп келді. Әже, не болды? Жүздеген адам оқыпты. Қалай? Пікір жазып жатыр. Зейнеп апа сенбей қалды. Әлинұр телефонды көрсетті. Бір әйел. Өз анамды есіме түсірдім деп жазыпты. Тағы бірі. Оқып отырып жылап алдым депті. Басқа біреу. Келесі бөлімді асыға күтеміз деп пікір қалдырған. Зейнеп апаның жүрегі толқып кетті. Ол ешқашан танымал болуды армандамаған. Тек жүрегіндегі естеліктерді қағазға түсіргісі келген. Ал сол жазбалар басқа адамдардың жүрегіне жетіп жатқан екен. Күндер өте берді, оқырмандар көбейді. Әр бөлім шыққан сайын жүздеген пікір жазылатын болды. Кейбір адамдар өз өмірлерін бөлісетін. Кейбірі аналары туралы жазатын. Кейбірі сағыныштарын ақтаратын. Зейнеп апа олардың әр пікірін оқып отырып, ерекше әсерленетін. Бір күні ол, мен ғана емес екенмін ғой. Әр адамның жүрегінде өз тарихы бар екен деді. Сол кеште жаңа бөлім жазып отырғанда, телефонына белгісіз нөмерден қоңырау келді. Сәлеметсіз бе, Зейнеп апай? Сәлеметсіз бе? Мен аудандық кітапханадан хабарласып тұрмын. Иә? Оқырмандар сізбен кездесу өткізуді сұрап жатыр. Зейнеп апа үнсіз қалды. Менімен бе? Иә, сіздің жазбаларыңызды оқитындар көп екен. Ол не айтарын білмей қалды. Кеше ғана өз үйінде жалғыз отырған әйел бүгін оқырмандарымен кездесуге шақырылып отыр. Өмір кейде күтпеген сыйлықтар береді екен. Телефонды қойған соң керез алдына барып тұрды. Күн ұясына қонып бара жатыр. Аспан қызғылт түске боялған. Ол ішінен күлімсіреді. 61 жасында өмірінің жаңа тарауы ашылады деп кім ойлаған? Кітапханадан келген қоңыраудан кейін Зейнеп апа бірнеше күн бойы толқып жүрді. Өмірінде талай жиынға қатысқан, талай тойда сөз сөйлеген. Бірақ бұл жолғы сезім мүлде бөлек еді. Өйткені бұл кездесуге оны қызметі үшін емес, жазған дүниелері үшін шақырып отыр. Кездесу болатын күнде келіп жетті. Таңертең Зейнеп апа ерте оянды. Ақшыл көк көйлегін киіп, шашын жинап, айна алдына келді. Жүрегі әлсін-әлсін дүрсілдеп қояды. Зейнеп, қорықпа деді өзіне өзі. Бұлар өз адамдарың ғой. Көп ұзамай қызы Мадина келді. Дайынсыз ба анашым? Білмеймін, толқып тұрмын. Бұл жақсы белді. Кітапханаға келгенде Зейнеп апа таңырқап қалды. Залда адам көп екен. Жас қыздар, орта жастағы аналар, зейнеткерлер, тіпті студент жастар да келіпті. Бәрінің қолында оның әңгімелерінің басып шығарылған парақтары бар. Зейнеп апаның көзіне жас үйірілді. Ол мұндайды мүлде күтпеген еді. Кездесу басталды. Кітапхана қызметкері ортаға шығып, бүгін біз ерекше жанмен жүздескелі отырмыз. Ол бізге адамның арманы ешқашан кеш болмайтынын дәлелдеді деді. Жиналғандар қол соқты. Зейнеп апа ортаға шықты. Алғашында сөз таба алмай қалды. Біраз үнсіз тұрды, сосын жымиып, мен өзімді жазушы деп есептемеймін деді. Залдағылар күліп жіберді. Мен жай ғана жүрегімдегі естеліктерді жаздым. Бір әйел орнынан тұрды. Зейнеп апай, сіздің әңгімеңізді оқып 3 жылдан бері хабарласпаған анама қоңырау шалдым.
Залда тыныштық орнады. Рахмет сізге. Зейнеп апаның жүрегі шым ете қалды. Көп ұзамай тағы бір кісі сөз алды. Мен сіздің жазбаларыңызды оқып, көптен бері кейінге қалдырып жүрген арманымды қайта қолға алдым. Тағы бір оқырман. Әңгімелеріңізден өз өмірімді көрдім деді. Зейнеп апа олардың сөздерін тыңдап отырып таңғалды. Ол жазған қарапайым естеліктердің адамдарға осынша әсер еткеніне сене алар емес. Кездесу соңында бір жас қыз келді. Жасы 20-дан енді асқан сияқты. Қолында дәптері бар. Апай, мен де жазамын. Өте жақсы екен. Бірақ қорқамын, ешкім оқымай қалады деп ойлаймын. Зейнеп апа қыздың қолынан ұстады. Қызым, егер жүрегің жазуды қаласа жаз, ал қалғанын уақыт шешеді. Қыздың көзіне қуаныш ұялады. Сол сәтте Зейнеп апа бір шындықты түсінді. Кейде адам өзі байқамай-ақ біреуге үміт сыйлайды екен. Кездесу аяқталған соң жұртшылық онымен суретке түсіп, жылы небіздерін айтып жатты. Үйге қайтып келе жатқанда, көлік терезесінен сыртқа қарап отырды. Күн сәулесі алтын түске боялған күзгі ағаштарға түсіп тұр. Ол іштей күлімсіреді. Бір кезде бос қалғандай көрінген өмірі бүгін мәнге толып тұрғандай. Ал жүрегінде жаңа бір арман оянып келе жатты. Мүмкін бұл әңгіме әлі аяқталмаған шығар. Отырып ұзақ жылады. Бұл жеңілістің емес, бұл орындалған арманның жасы еді. Кітаптың таныстырылымы болатын күні үлкен залға халық көп жиналды. Алдыңғы қатарда балалары отыр, немерелері отыр, достары мен оқырмандары отыр. Сахнаға көтерілгенде қол шапалақтау ұзаққа созылды. Зейнеп апа жұртқа қарап тұрып қалды. Көз алдына бүкіл өмірі елестеді. Бала кезі, жастық шағы, қиындықтары, қуаныштары, серігі, балалары, немерелері, барлығы осы сәтке жетелеп келгендей. Ол микрофонға жақындады. Мен бүгін бір ғана нәрсе айтқым келеді деді. Зал тына қалды. Егер жүрегіңізде арман болса, одан ешқашан бас тартпаңыз. Даусы сәл дірілдеді. Арманның жасы болмайды. Кейде адамның ең әдемі өмірі 60-тан кейін басталады. Залда отырғандардың көбі көз жасын сүртіп отырды. Сол кеште үйіне ерекше көңіл күймен оралды. Аулада отырып күннің батуын тамашалады. Аспан қызғылт түске боялған. Жел баяу ғана еседі. Алыстан балалардың күлкісі естіледі. Қолында өз кітабы. Жүрегінде тыныштық. Ол көк аспанға қарап күлімсіреді. Өмір оған бір маңызды сабақты үйреткен еді. Адам қартайғандықтан армандамайды емес. Армандауды тоқтатқан кезде ғана қартаяды. Зейнеп апа кітапты құшағына басты. Ал ертең оны тағы жаңа оқиғалар, жаңа оқырмандар, жаңа қуаныштар күтіп тұрған еді. Егер Зейнеп апаның тағдыры сіздердің жүректеріңізге жеткен болса, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз жаңа әрі әсерлі әңгімелер жазуыма шабыт береді. Келесі хикаяда кездескенше аман сау болыңыздар.